Сәлем достар, бүгін біз осындай картофельный шахмат дайындаймыз. Біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге картоп қажет. Соңына дейін турамаймыз, осылай кубиктармен тураймыз. Бірақ соңына дейін жеткізбейміз. Бізде бүтін осындай картошка болып қалуы қажет. Барлығын туралап болған соң, үстінен суық судан құйып, 20-30 минутқа қойып қоямыз. Болған соң, осындай шашыққа жаңа картоптарымызды қойып, кептіріп аламыз, суларынан арылтамыз. Енді 1 шай қасық тұзға, 1 шай қасық қара бұрыш, қызыл бұрыштан қосып араластырамыз. Укроп, петрушканы да майдалап тураймыз. Енді күнбағыс майын алып, жаңағы картоптарымызды кепкен соң, картоптардың үстін майлап шығамыз. Барынша жаңағы кескен жерлерді майлап шығуға да тырысамыз. Барлық картопты осылай майлап шығамыз. Міне видеода көрсетілгендей етіп. Достар, біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлығы майлап болған соң табаға салып, жаңағы істеген қара бұрыш, тұз, қызыл бұрыштан жасаған приправамызды щеткамен жағып шығамыз. Тураған укроп, петрушкамызды сеуіп шығамыз. Енді үстінен 1 стақан су құямыз. Барлық жерінде су тұру керек. Болған соң пешке 180 градусқа 60 минутқа жібереміз. Бізде осылай болып пісті. Дайындап көріңіздер, дәмі тілі үйреді. Сонымен қатар біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.